Достар, бүгінгі тарих, сөйлеу қиындығы, келемеш, әрі соған қарамастан даусын тапқан бір баланың тарихы. Бұл Мұрат есімді жігіттің тарихы. Соңына дейін тыңдаңыз, өйткені мұнда әннің қалай сөзден де күшті болатыны туралы үлкен сабақ бар. Мұрат Қостанай облысындағы шағын қалашықта дүниеге келді. Ол 5 жасында кенеттен ауыр стресстік оқиғадан кейін ата-анасының қатты дауласуын көргеннен кейін тұтығып сөйлей бастады. Дәрігерлер бұны балалық логоневроз деп атады, себебі бұл созылмалы стресс пен психологиялық жарақаттан туындауы мүмкін еді. Мектепке барар кезде Мұраттың тұтығуы оның өмірін қатты қиындатты. Ол сыныпта дауыстап оқығанда әр сөзді айту үшін қатты күш салуға тура келетін, кейде бір сөзді бірнеше рет қайталайтын. Сыныптастары бұған күлетін, оны келемеждейтін, тіпті кейбіреулері оның сөйлеу мәнерін мазақтап қайталайтын. Мұрат бұл келемежден қатты қиналды. Ол бірте-бірте сыныпта дауыстап сөйлеуден бас тарта бастады. Мұғалімдер сұрақ қойғанда да үнсіз қалуды жөн көретін. Ол өзін басқалардан оқшауланған, кем санай бастады, тіпті достары да азайды, себебі ол қарым-қатынас жасаудан қорқатын болды. Үйде Мұраттың анасы Салтанат апай оны қатты жақсы көретін. Ол баласының қиналғанын көріп, оны логопедке апарды. Логопед әртүрлі жаттығулар ұсынды, бірақ Мұраттың тұтығуы толық жойылмады, тек біраз жеңілдеді. Салтанат апай баласына әрдайым: «Балам, сенің тіліңнің қиындығы сенің ақылыңды, сенің жүрегіңді анықтамайды. Сен маған керемет баласың» деп қолдау көрсетті. 10 жасында Мұраттың өмірінде маңызды оқиға болды. Мектепте музыка сабағында мұғалім барлық оқушыдан ән айтуды сұрады. Мұрат алғашында қатты қорықты, ол сөйлегенде тұтығатынын білетін, ән айтқанда одан сайын қиын болады деп ойлады. Бірақ мұғалім, Айгүл апай, оған жұмсақ түрде: «Мұрат, кел, тек көзіңді жұмда, ән айт, ешкімге қарама» деп ұсыныс жасады. Мұрат көзін жұмып әннің алғашқы жолдарын айта бастады, және таңғаларлық жайт болды, ол ән айтқанда мүлдем тұтықпады. Бұл оның әрі бүкіл сыныптың үшін күтпеген жаңалық болды. Айгүл апай бұл құбылысты естіп: «Бұл сирек кездесетін, бірақ белгілі құбылыс. Кейбір адамдарда ән айту кезінде ми сөйлеу процесін басқаша өңдейді, тұтығу байқалмайды» деп түсіндірді. Осы сәттен бастап Мұраттың өмірінде жаңа есік ашылды. Ол ән айту арқылы өзін еркін, тұтықпай білдіре алатынын түсінді. Айгүл апай оны музыкалық үйірмеге қатысуға шақырды. Мұрат бұл ұсынысты қуана қабылдады. 13 жасында Мұрат мектептің музыкалық үйірмесінде белсенді қатысушыға айналды. Ол ән айтқанда өзін толығымен басқа адамдай сезінетін, сенімді, еркін, қорқынышсыз. Бірақ сабақта күнделікті сөйлесуде оның тұтығуы әлі де сақталып қалды. Бұл оны кейде психологиялық тұрғыдан қиын жағдайға түсіретін. Мектептегі мерекелік іс-шараларда Мұрат жиі ән айтатын болды. Оның дауысы, оның орындау шеберлігі көпшілікті таң қалдыратын. Бұрын оны келемеждеген сыныптастары енді оның ән айтуын тамашалайтын. Тіпті кейбіреулері одан кешірім сұрады: «Біз сені дұрыс түсінбедік» деп мойындады. 15 жасында Мұрат облыстық жас талант байқауына қатысты. Ол сахнаға шыққанда қатты қобалжыды, себебі бұл оның үшін ең үлкен сахна болатын, көпшілік алдында сөйлеу керек болатын, жеңімпаздарды таныстыру кезінде. Бірақ ол ән айтуды бастаған кезде оның дауысы еркін, күшті шықты. Ол байқауда бірінші орын алды. Осы жеңістен кейін Мұратқа облыстық телеарнадан сұхбат беру ұсынылды. Бұл оның үшін үлкен сын еді, себебі сұхбат бұл сөйлеу, ал ол әлі де тұтығатын. Мұрат алғашында бас тартқысы келді, бірақ анасы оны қолдап: «Балам, сен тұтығуыңнан ұялма. Бұл сенің бір бөлігің, бірақ ол сені анықтамайды. Сен сол сұхбатта өз жолыңды, өз тарихыңды айт» деп жігерлендірді. Мұрат сұхбатқа келісті. Ол камера алдында тұтығып сөйлей отырып өз тарихын айтты, қалай ол мектепте келемеш көргенін, қалай ән айту оның өмірін өзгерткенін. Бұл сұхбат оның тұтығуын жасырмай ашық көрсеткен үшін көрермендердің жүрегіне қатты әсер етті. Осы сұхбаттан кейін Мұрат жергілікті деңгейде танымал бола бастады.
Бірақ бұл танымалдылық оған қосымша қысым да әкелді. Кейбір адамдар оны әлде тұтығу үшін мазақ ететін, әлеуметтік желіде теріс пікірлер жазатын. Мұрат бұл жағдайдан қатты қиналды. Ол кейбір кездері әннен де бас тартуды ойлады. Осы қиын кезде Мұраттың музыка мұғалімі Айгүл апай оған қайтадан қолдау көрсетті. Мұрат, әр адамда өз ерекшелігі бар. Сенің тұтығуың сенің осалдығың емес, ол сенің тарихыңның бір бөлігі. Адамдар сенің даусыңды, сенің талантыңды бағалайды, ал теріс пікір жазатындар, олардың өз проблемасы сенің емес деп түсіндірді. Мектепті бітіргеннен кейін Мұрат консерваторияға түсуді армандады. Дегенмен консерваторияға түсу емтиханында ол сұхбат бөлімінде тұтығатынын білгендіктен қатты қорықты. Ол алдын ала дайындалып, өз тұтығуын жасырмай, оны ашық мойындап, мен тұтығамын. Бірақ бұл менің ән айтуыма кедергі болмайды деп комиссияға ашық айтты. Комиссия мүшелері оның ашықтығын, әрі оның ерекше вокалды қабілетін бағалап, оны консерваторияға қабылдады. Бұл Мұрат үшін үлкен жеңіс болды, себебі ол алғаш рет өз кемшілігін жасырмай, оны толық қабылдап, сол күйінде табысқа жеткенін сезінді. Консерваторияда Мұрат вокал өнерін тереңірек үйренді, ол классикалық, эстрадалық, тіпті халық әндерінде меңгерді. Оның оқытушылары оның даусының ерекше тембрі, оның эмоционалды орындау шеберлігі бар екенін байқады. Мұратта көптеген вокалисте жоқ нәрсе бар, ол әрбір әнді өз жүрегінің тереңінен айтады, себебі ол үшін ән жай ғана орындау емес. Бұл оның еркіндігінің көрінісі дейді оның оқытушысы. Консерваторияны бітіргеннен кейін Мұрат кәсіби әнші ретінде мансабын бастады. Ол алғашында шағын концерттерде, мерекелік іс-шараларда ән айтты, бірте-бірте оның аты танымал бола бастады. Ол сондай-ақ өз әндерін жаза бастады. Олардың кейбірінде өзінің тұтығу тәжірибесі, оны жеңу жолы туралы да айтылатын. 25 жасында Мұрат республикалық ән байқауына қатысты. Ол финалға шықты, әрі 3-ші орын алды. Осы байқау кезінде берген сұхбатында ол алғаш рет үлкен аудитория алдында өз тұтығуы, оны жеңу жолы туралы толық айтты. Бұл сұхбат әлеуметтік желіде кеңінен таралды. Оған көптеген адам, әсіресе тұтығумен күресіп жүрген жасөспірімдер шабыттанғанын жазды. Осы танымалдылықтан кейін Мұрат тұтығатын балаларға арналған қайырымдылық қорымен байланысқа шықты. Ол осы қормен бірлесіп, тұтығатын балаларға арналған музыкалық шеберлік сабақтарын өткізе бастады. Оларға ән арқылы өз дауысын табуға көмектесті. Мен білемін, тұтығатын баланың қаншалықты жалғыз, қаншалықты түсінбеушілікпен бетпе-бет келетінін. Мен оларға, олардың да дауысы бар екенін, тек оны табу жолы басқаша болуы мүмкін екенін көрсеткім келеді дейді Мұрат. 30 жасында Мұрат өзінің алғашқы толық альбомын шығарды. Бұл альбомда оның балалық шағы, оның қиындықтары, оның жеңісі туралы әндер болды. Альбом үлкен табысқа жетті, ол республикалық музыкалық марапаттарда бірнеше номинацияға ие болды. Мұрат өз отбасында құрды, ол Айгерім есімді дизайнер қызбен танысып үйленді. Олардың 2 баласы бар. Ол балаларына әрдайым. Әр адамда өз ерекшелігі бар, кейбіреуінде көрінеді, кейбіреуінде көрінбейді. Маңыздысы сол ерекшелікті жасырмай, оны қабылдап өз күшіңе айналдыру деп үйретеді. Бір сұхбатында журналист Мұраттан: «Сізге ең қиыны не болды?» деп сұрағанда ол былай деп жауап берді: «Тұтығудың өзі емес ең қиыны. Ең қиыны адамдардың мені сол тұтығуым арқылы ғана бағалауы, менің басқа қабілеттерімді көрмеуі еді. Бірақ мен түсіндім, мен өз дауысымды таптым, тек ол басқаша жолмен келді. Ән менің шынайы даусым». Достар, Мұраттың тарихы бізге маңызды нәрсені үйретеді. Кемшілік деп саналатын нәрсе кейде адамды ерекше жолмен өз күшін табуға жетелейді. Мұрат сөйлеуде қиналса да, әнде еркін болды, әрі ол осы ерекшелікті өз мансабына, өз миссиясына айналдырды. Егер сіз де қазір өзіңіздің қандай да бір кемшілігіңізге байланысты қиналып жатсаңыз, білесіз бе, бұл сіздің әлсіздігіңіз емес, бұл сіздің тарихыңыздың бір бөлігі. Кейде сол кемшілік сізді ерекше басқаша жолмен өз күшіңізді табуға жетелейді.
Видео сізге ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыз, достарыңызбен бөлісіңіз. Арнаға жазылуды ұмытпаңыз, өйткені алдағы уақытта тағы да көптеген шабыттандыратын тарихтар күтіп тұр. Келесі видеода көріскенше аман болыңыздар, достар. Мұраттың тарихына қайта оралайық, себебі мұнда әлі айтылмаған кейбір маңызды сәттер бар. Айгүл апайдың рөлі ерекше маңызды болды. Ол Мұраттың ән айту кезінде тұтықпайтынын алғаш байқаған адам, әрі ол осы байқауды Мұраттың бүкіл болашағын өзгертетін мүмкіндікке айналдырды. Мен көп бала оқыттым, бірақ Мұраттың даусындағы шынайылықты сирек көрдім. Мен оған көмектесуге тиіс екенімді бірден түсіндім дейді Айгүл апай. Салтанат апайдың да рөлі зор болды. Ол баласының қиналғанын көріп, оны ешқашан кінәламады. Керісінше, оны әрдайым қолдады, оның әр жетістігіне қуанды. Мен балама оның ерекшелігі оны кем етпейтінін үнемі айттым. Мен оның ішкі күшіне сендім, тіпті ол өзіне сенбеген кездерде дейді ол. Осы тарихтың терең мәні мынада: қоғам көбіне сөйлеу қиындығы бар адамдарды толық қабілетсіз деп қате бағалайды. Бірақ Мұрат бізге көрсеткендей, сөйлеу қиындығы тек бір аспект, ал адамның шынайы қабілеті, оның таланты әлдеқайда кең, әртүрлі жолмен көрінуі мүмкін. Достар, бұл тарихты тыңдағаныңызға көп рахмет. Лайк басып пікір жазып бөлісіңіз. Арнаға жазылыңыз, келесі бір шабыттандыратын тарихпен көріскенше аман болыңыздар.